Нұр-Сұлтанда Қазақстан Республикасының 33-ші Қазақстан Халқы Ассамблеясы сессиясы өтті. Осыған байланысты біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың бастамасымен бүгінгі таңда ел бірлігі, ел ұйымшылдығы жөнінде үлкен отырыс өтті. Отырыс барысында біздің этносаралық қарым-қатынасты нығайту, сонымен қатар волонтер арасындағы бірлікті нығайту және де қазіргі өздеріңіз біліп жатқандай су тасқынына байланысты бізде негізі үлкен жиын өту керек болатын, бірақ та біз онлайн түрде өткізуге келісім беріліп солай қарастырылды. Сонымен қатар бұл жерде Қазақстан Ассамблеясының белсенді жастары да президентіміз алдында үлкен сөз сөйлеп, өздерінің креативті идеяларымен бөлісті. Бұл жерде президент Қасым-Жомарт Кемелұлының бастамасымен болашақта әр ай сайын, сонымен қатар облыстық қоғамдық орындармен, әкімдікшіліктермен, қалалық әкімшіліктермен барлығы бірлесіп отырып, осындай ел бірлігін, этносаралық татулықты біріктіру мақсатында түрлі сессияларды одан сайын дамытып, одан сайын жоғарылатуға ұсыныстарын білдірді.